Барлықтарыңа сәлем достар, менің атым Аржан, менің арныма қош келдіңіз. Бүгінгі видеода мен өзімнің күнделікті макияжымды қалай жасайтынымды бөлісетін боламын. Сол себепті осы видеоны толығымен соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, өз ойларыңызды және келесіде қандай видео түсірсем болатынына маған идея тастап кетсеңіздер болады. Мен сіздерді жақсы көремін. Ал біз іске кірісеміз. Мен қазір ерніме бальзам жағып алдым, әлі бетіме крем жаққан жоқпын, сол себепті қазір бірге жағатын боламыз. Жалпы бұны әңгіме айтып түсірем деп ойлағанмын мен. Бірақ айтатын әңгіме бар ма? Және боянып жатып мен белгілі бір сұрақтарға жауап беремін. Сосын қазір өмірімде не болып жатқанын бәрін айтып түсіретін боламын. Бізде үйде бәрін анық қолданады, Double White'ты. И алдында маған мама мынандай крем алып берген. Осындай крем алып берген болатын. И мен қазір осын жағам. Бұл мындай тез келеді екен. Мен қазір камераға боянамын, если что. Потому что бізде дәу ғана айнада үйде, и ол айнадан түсіре алмайтын сияқты көрінді, и менің немді бағалап кетіңіздер. Мен тырыстым. Double White'ы да қосшылық арасына. Екіншісі ваннада тұршы, но алуға ерініп тұрмын. Мен соңғы кездері вообще андай еріншек болып кеттім. 2024-ке пландарымды қойдым, но әрекетке кету керек ендігі. Көп план қойдым осы 2024-ке. И уже солардың бәрін қолға алып, қалай нені қалай істейтін барлығын жоспарлап уже әрекетке көшу керек, потому что уже көтерілетін сәт келді деп ойлаймын. Ютубты да қолға алып, уже көптеген контенттер түсіру керек. Мен тоналкаға осындай биби кремді, сосын мынандай биби кремді қолданамын. Мен андай бренд-срендтен әлі алып атқан жоқпын де, құдайға саламыз. И бұл да бітіп атыр ғой, құдай-ай. И иштіп кішкене жағып шығам. Вот мына тоналка менің тоныма кәдімгідей келеді екен. Мен білмеймін өзімнің тонымның қандай цвет. Вот қараңыздар. Кішкене темныйлау, но нормально. Қазір анау ақшылдау биби креммен қосшырамыз да, и все. Айнаға қарсайықшы құдай. Менікі бағана кішкене қоюлау, биби крем. Ал мынау кішкене сұйықтау керек. Бұны андай типа консилер ретінде қолданамын да менше. Ағартатын қып. Вот енді спонжбен жүргізіп шығатын болады. Крем уж кеуіп атыр, енді бар емес па? Мен анау рекқа осы ютубтан опыты жайлы видеолардың көп түсіп кетеді. И солардан просмотр көп жиналып жатыр.
ал мен ұбт жайында эксперт емеспін ешқандай да, бірақ маған сондай ұбт жайлы көп түсіріңізші, ауыл квотасы дейді, ондайларды мен достар өзім білмеймін. Ауыл квотасын сол күймен түсінбей кеткем. Мен өзімнің тұрған жерімді ауылға жатады деп ойлап жүрген. Негізі қала біздің, мен туған жерім үшін ауыл квотасына есептеледі деп ойлағам. Ауылға есептелмейді екен. Сол үшін мен білмеймін ауыл квотасы жайлы. Мен ауыл квотасы жайлы ешнәрсе білмеймін. Оны Тел-центрдан сұраңыздар. Екінші қолданатын менің мынандай контуринг. Мен вообще боянбайтын негізі достар. Универге келіп боянып үйрендік. И боянып уже білем да, қайсы неге қолданатын. И уже Instagram, YouTube бәрінен де көріп үйреніп алдық. Андай бір лайфхак бар еді. Мына құлақтан бір жерден көрдім. Мына құлақтың үстінен типа мына мұрынға дейін ше. Сөйтіп жүргізіп шықсаңдар, контурингтарың күшті болады ше. Не знаю. Мына жаққа бір жүргізем и мұрынға. Мен боянуды жақсы көремін, но боянып жүр болады ғой, көп уақыт жүріп кетесің ше. Вот соны ұнатпаймын. Ана кезде осы Астанаға мен 2 апта бұрын ғана келдім. И осы 2 аптада үйде мен өзімді сол баяғы 10-шы класс оқитын қыз сияқты сондай болып жүрмін да, кәдімгі Астанаға келмеген сияқты көбікті. Астанаға келмеген сияқты ощущение болды да менде. Сол баяғы үйдің тірлігінен сөйтіп жүрдім, но мен кәдімгі дем алдым. Прям түк істеген жоқпын. Үйдің тірліктерін ғана істедім, отышу, төсек салу, жинау, соларды ғана істедім. Ал былай қыдырдым, достарыммен, класстастарыммен кездестім. Ойға да көп бара бермейміз ғой біз. Енді жылына 2 рет барамыз. И жұмыс істеу керек. Осы жақта жазға дейін. Өзімнің хотелкаларымды алу үшін хотя мамалардан сұрай бермей, үйдегілерден сұрай бермей. SMM бойынша мен SMM-нің және мобилографияның онлайн курсын оқыған болатын менше. И онлайн онша қатты түсінбедім. Оқыған адамға бәрі түсінікті болады, но қанша оқыдым, оны 2 рет қайталап оқыдым, но түсіндім, но маған опыт керек екен да ше. Опыт жинау керек. Ал мен андай қорқыныш бар менде, қорқыныштың жеңе алмаймын. Әртүрлі нишадағы магазиндерге жазып, соларға өзімнің немді прилагать етіп істеймін да, жазам. Кейбіреу игнорить етеді, кейбіреу өзімізде бар дейді, кейбіреу портфолио жіберіңізші дейді да, игнор жасайды. Кейстарын жібер дейді. Менде кейс көп деп айтамын, менде бір шақ кейсім бар шығар. И маған кейс жинау керек, магазиндерге барып түсіріп берсем ба деп. Ана кезде бір қыздың гайдын көрдім да мен. Осы SMM жайлы. И ол айтады типа опыт үшін
магазиндерге барып, магазин емес, әртүрлі нишаларға опыт жинаймын, маған кейс керек деп жазсам, олар келісе қалады деп тегін істеймін да, бірақ оларға. Ал мен қашанға тегін жүремін? Мен контурингімді аяқтадым, осындай контур шықты бетінде. Қатты білініп те тұрған жоқ шығар. Маған көбісі айтады, боянсаң да боянбасаң да айырмашылық жоқ деген сияқты айтады да. Ну, не знаю. Үшіншісі менде румяна маған қатына қалды. Ондай бетіңе свежесть сондай бір береді. Контуринг жағасын, и оның үстінен румянамен былайынан өткізіп шықсаң, күшті андай болады ғой. Маған ұнайды, короче, румяна. Кейде оны тен ретінде де қолданамын мен былайынан. Повседневно мен өйстіп боянамын. Тоналка, консилер. Консилер не құдай. Тоналка, контуринг, румяна. Боянамын да. Бірақ қыста мен кожа құрғайды ғой, көбінесе. Ол кезде мен пудраны жақпаймын көбінесе. Пудра жақпаймын қыста. Көбінесе, потому что бетім и так құрғақ менің. И пудра жақса оның үстінен бетім деген андай болады. Кепкен бет болады ғой. Былайынан бірдеңелер шығып кеткен сияқты. Сондай болып қалады. Вот көрдіңіздер ме? Андай насыщенность береді бетке. Свежесть. Маған сол себепті ұнайды. Келесі менде мынандай қастарайтын. Бізде андай сулы көбінесе. Мен әдемі бір қоңыр карандашым бар еді, Қаратаудағы кетіпті. И дедім. Бізде универде екінші семестр басталып кетті уже. И сабағымыз да азайды. 9 пән оқып едік осы бір семестрде, бұл жолы 6 или 5 пән. И расписание ыңғайлы да кәдімгідей. Маған вот ұнады расписание. Молодец дедім. И бізде еще практика басталды. Мектепке барып практика жүргіземіз. Ағылшын пәні мұғалімі болып. Прям сабақ өтпейміз енді. Артында отырамыз и оқушылардың үй жұмысын тексереміз, сондай сияқты. Кеше бірінші күн практика болды. Ол жақта еще орыс классын таңдағанбыз ғой. Таңдағанда орыс классын берген ғой бізге. Қарыштық, қасында менің группаласым болды. И сонымен біргеміз. И мұғалімі де шала қазақша сөйлейді. Қазақша біледі, но көбінесе орысша сөйлейді. Қасымда мен көбінесе тараймын да, кірпік боямай тұр. И общий барлық макияж жасап біткеннен кейін қайтадан тараймын, потому что мен қасым ойдағырдай ойнап жүреді. И келесі отчетымыз біздің келеді. Мынандай бір карандашқа. Қоңыр карандаш бойым, көзім астын бойым. Өлі ашық жұмысын атыр. Қара, сым қалды. И достармен қазір не жасағым кетті. Андай макияж. Данелден көрдім мен. Кофе макияж ба сондай.
кофе макияж жасағым кетті. Резко. Қоңырлау келген макияж. Короче. Менде қазір андай ойлар мазалап жүрді миымда. Типа не настоящая я деген сияқты. Өзім сияқты қылып көрсетіп жүрмін ба, либо ойнатып жүрмін ба, кім үшін деген сияқты ойлар мазалап жүрді. Отырып деп күле салып жүрдім да. Білмеймін. Жоқ, мен баяғыдан өзім бар, қалай солай жүрдім. И қазір де солай жүрген сияқтымын, но в душе не дает покоя, типа. Короче, білмеймін, андай кругымдағы адамдарды азайтқым келіп жүрген сияқты мен андай. Таныс көп та. Араласатын адамдар көп, но шынайы емес деген сияқты ойлар мені мазалады. И солардан өзіме қажет қана адамдармен керек кезде көмектесе алатын адамдармен ғана араласып келеді да. Вот сондай ой мені мазалап жүрген. Короче, мынандай сыртына мән бермеңіздер, быт шығып кеткен Кайли сыйлаған кезінде. To be honest, менде подводка жоқ. И мен 1040 жыл келе жатқан мынаны қолданам. И мынандай бар, Құдайға шүкір. Осыны аламда, осымен стрелка сызам. Стрелка сызбай тұрып, мен керлермен кірпігімді қайрап алам. Потому что кейін кірпік бояғаннан кейін анау сөйтіп тұру үшінші. Вот өсе келе боянған кайф екен түсінесің даже. Бұрында мен вообще түсінбейтін, уход дегенге вообще қызығам. Боянғаннан гөрі уход жасаған больше ұнайды маған. Сол үшін болашақта көп уход алып, сол жайлы видеолар түсірем. Вот осылайынан аламыз. И менің көзім біреусінде қабақ. Вот мына көзімде менде қабақ кәдімгі шығып тұрады да, ал мына жағында қабақ кішкене кішірек. Сол үшін мен видеоны ұзақ сызам да, отырып алып. И вот. Қазір мен сызам. Жақында отырайын да сіздерге ыңғайлы қылып көрсетейін лучше ба. Бұлайынан көзім. Қабағымнан менің бұлайынан істесе, істіп, типа қабағымның үстіне қалың қылсам, маған вообще жараспайды, қабағым жоқ болып қалады. Сол үшін мен қабақтың астынан сызуға тырысам да. И мынау көздің астынан бұлайынан жүргізіп. Стрелка, типа işte. Білмеймін. Қалай сызам, солай шығады менде.
алдында мен прикольный бір TikTok видео сала салғам ғой. Өтіп кеткен ғой, рекқа шығып. Қанша? Көп просмотр жинап ұмытып қалмай тұр. Миллионға жеткен жоқ, бірақ 500 мыңға жетеді скоро. Такая вот стрелка вышла у меня. Бағана күн шыққанда мен андай эстетика қылып түсірем ба деп ойлап едім, но не получилось. Вот енді мен стрелкамды сызып біттім. Кезек енді кірпік бояуға келді. Осы екеуін қолданам. Да бірақ бітіп қалды. Сол үшін мынаны қолданам. Мен андай аттарын вообще жаттамайды екенмін ше. Немен қолданасың деп сұрайды ғой қыздар. Білмеймін деп, не бар сонымен қолдану. Да, Джозефинаны көремін, блогер. И содан кішкене мотивация аламын мен. Көбісі оны түсіне бермейді. Әсіресе балалар. Оны аттау бермейді дегенім. Но ол өзің қандай бар, сондай ақ көрсетеді да. Сонысымен өз аудиториясын жинап алған. Я-то тоже так хочу, өзім бар, қалай бар солай. Но қалай көрсетем? Не істейм, не түсірем? I don't know. Бәрін сала берсем. Жабайы дейді ғой, мен жабайымын негізі. Нервный жабайымын. Жүгі де, бұл жақта. Келесі видеода мен хочу бір атақты адамның макияжын қайталауға. Мен боянуды ешқайдан үйренбедім. Просто мен әпкем визаж жасайтында и соған қарап үйрендім. Но мен боянуға рұқсат бермейтін көбінесе, и мен ұялатын боянуға. Боянуға ұялатынмын. И өзіме андай көңіл бөліп, сөйтіп жүруден ұялатынмын да. Енді түсініп жатырмын, зачем ол қызы баласына өзін әдемі қылып көрсету керек деп ойлаймын. Сол үшін сол, короче. Мынандай карандаш, короче, бұны так ұшырам бітірді. И 27. Даштан маған цветінде қалды, и ерінді істемейді. И мен бір лайфхак айтайын, сендерге достар. Бір лайфхак айтайын. Короче, осындай ерінді аласыңдар. Қандай еріндерің бар, соларды аласыңдар. И үстіне былайынан бойсыңдар ғой. Қалай көрсетсем? Чықпай. Контурдан шықпау үшін, ондай ерінді былайынан сыртынан шығарып боямау үшін мына жерін аласыңдар, еріннің. И осы жерді ғана бояйсыңдар. Осы жерді. И мына жерді. Бірінші үстін бояп алайық. Осы жерді аласыңдар да, мына вышходның вырасыңдар. Сыртына шығармай да, еріннің үстімен бояйсыңдар.
осы бұрышына барасыңдар и екіншісін тоже. Вот. Ерін өз қалпында қалады. И асты. Астын осы жері. Кішкене. Короче, түсіндіңдер. И бұны тоже ұшына дейін. И на ернен. На ер. Үшерден бойсыңдар. Еріндерің сол кезде естественно болады да сендердің. Естественно, natural болады. Кішкене болсын, чем сыртына шығып, маймылдың көтіндей болғанша. 27-ні аламыз. 27. Пішера бұның да ұшып өтіп жатыр ғой. Үстіне басыр шығам. Мен ана кезде тинт қолдан көрдім да. Мамына қалды тинт. И сатып алу керек оны. Де 1000 жылдық мынандай помада бар. Осыны как тинт ретінде қолданамын. Достар, в принципе, менің макияжым бітті. Үстінде макияж шықты менде. Достар, жалпы менің бүгінгі макияжым осымен тәмам бітті. Мен макияжым осылайынан бүгінгі менің макияжым осындай болды. Повседневный макияжым. Универге де әртүрлі жаққа осы макияжбен барам. Сіздер де қайталап боянып көрсеңіздер болады. Кәдімгідей ухоженный көрінеді. Артық еш нәрсе жоқ деп ойлаймын өзім. И все. Келесі видеода қандай тақырыпта видео түсіргенді қалайсыздар? Соны комментарияға жазып кетсеңіздер, мен үшін бір көмек болады да. Видеоға түсіруге идеялар іздемей, сіздерден көргіңіз келетін видеоларды түсіретін боламын. Сол себепті астына жазып кетіңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар. I love you.